Құрметті желі қолданушылары, біз келесі мынау қылмыстық кодекстің 364 бап, яғни кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу қылмыстық әрекеті бойынша қысқаша түсіндірме беріп өтетін боламыз. Жалпы мемлекеттік функциялар орындауға уәкілеттік берген адамның немесе теңестірілген адамның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын ұйым құруға немесе мұндай ұйымды басқаруға заңда белгіленген тыйым салуға қарамастан жеке өзі немесе сенім білдірген адам арқылы қатысуы, егер бұл әрекет мұндай жеңілдіктер мен артықшылықтар беруге байланысты болатын болса, мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айырыла отырып, 1000 айлықтық есептік көрсеткіш мөлшеріне дейінгі айыппұл салуға немесе сол мөлшерді түзеу жұмыстарына не 1 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге бас бостандығын айыруға жазаланады. Егер де бұл әрекетті, яғни лауазымды адам жасаған дәл осы әрекет болатын болса, онда оған қатысты мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойы айыра отырып, 2000 айлықтық есептік көрсеткіш мөлшеріне айыппұл салуға немесе сол мөлшерді түзету жұмыстарына не 2 жылға дейін бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге бас бостандығын айыруға жазаланады. Және де осы баптың 1-ші бөлігінде көзделген, яғни жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған іс-әрекет мүлкі тәркіленіп, іс-әрекет болатын болса, онда мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойы айырыла отырып, 4000 айлықтық есептік көрсеткіш мөлшерге дейінгі айыппұл салуға немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстарына немесе 4 жылға дейінгі мерзімде бас бостандығын шектеуге және бас бостандығын айыруға жазаланады.